Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, жамағат. Біз сіздермен Құран ғибраттары сабағын жалғастырамыз. Мүлік сүресінің 13-ші аятына келіп тоқтаған едік. Өткен аяттарда ғайыптан, яғни көрмей, Алладан қорқу, екінші бір мағынасы ешкім көрмей тұрған жерде де Алла Тағала көріп тұр деген сеніммен Алладан қорқу, оның сый құрметі Алланың алдында Алланың үлкен кешірімі, сондай-ақ үлкен сауабы бар екенін жайындағы аятқа тоқталған болатынбыз. Енді келесі аятта Алла Тағала айтады: "Астағфиру билла ва асирру қаулакум ау ижхару бих иннаху алимун бидатис судур." Сендер сөздеріңді іштеріңде жасырып қалыңдар, немесе оны сыртқа шығарып, яғни естіртіп айтыңдар, бәрібір Алла Тағала судур деген кеудедегі, сендердің кеуделеріңдегі нәрсені біледі. Білуші, жақсы білуші деген мағынадағы аят қой. Бұл аяттың түсуіне байланысты Асбабун Нузул кітаптарында тәпсір ғалымдар айтады. Баяғыда білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қастандық жасау үшін мүшриктер өздері бас қосып, неше түрлі жаңағы оған былай деп айтайық, олай деп айтайық, немесе оған былай зиян келтірейік, олай зиян келтірейік деген сияқты өздері бір ақылдасады ғой. Сол уақытта бір-біріне айтатын көрінеді: "Ей, жаңағы жаймен айтыңдар, анау Мұхаммедтің Құдай естіп қалмасын" деген сияқты сөздерді бір-біріне айтатын көрінеді мүшриктер. Сол кезде осы аят түскен дейді. Түсу себебіне байланысты ғалымдар айтады. Яғни сендер іштеріңнен айтыңдар мейлі, немесе оны сыртқа шығарып естіртіп айтыңдар, Алла Тағала бәрібір сендердің кеуделеріңдегі, көкейлеріңдегі нәрсені білуші деген мағынадағы аят қой. Енді басқа да риуаяттар келуі мүмкін түсу себебіне байланысты. Бірақ бұл жерде жалпы тәпсірде қағида бар: "Әл-айбрату ла би хусусис сабаб, яғни би умумил лафз ла би хусусис сабаб" дейді. Ол жаңағы есепке алынатын нәрсе бұл аятта оның түсуіне себеп болған бір жеке бір оқиға емес дара. Ол жердегі сөздің мағынасы дейді, жалпы мазмұны. Бұны енді мысалға басқаша айтқан кезде, бұл мүшриктерге қатысты аят қой деп былай амал етілмей қалдырылмайды да. Ол сол түсуіне себеп болған мүшриктердің жаңағыдай бір-біріне айтқан сөздері болғанымен де, енді мүшриктер амал етпейді ғой Құранға. Оны бәрібір амал етуге келген кезде, оны жүзеге асыруға келген кезде, ол бізге қатысты бәрімізге. Бұрынғы Бану Исраил қауымы жайында да, олардың ғалымдары жайында да мысалға қаншама аяттар түсірілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде де келеді. Жаңағы жұрттарға жақсылықты бұйырып, жамандықтан тыйып, бірақ оны өздері істемейді деген мағынада келеді ғой. Ол мұсылман үмбетінің де ғалымдарына қатысты. Ол белгілі бір айыппен, кемшілікпен бұрынғы үмбеттер, сол бұрынғы үмбеттердің ғалымдары ол жазғырылып, сол үшін сөгіс естіп жатса, ол кемшілік егер басқа үмбеттің, немесе осы біздің үмбеттің адамдарының ішінен де ол табылатын болса, ол да айып болып саналады. Ол бізге жарасатын нәрсе болып кетпейді ғой. Сондықтан бұл жердегі айтпағымыз, ғалымдар айтады, Алла Тағала барлық нәрсені ең бірінші білетінін бұл аят арқылы жеткізіп жатыр дейді. Екіншісі, мынау алимун бидатис судур деген, яғни кеудедегі, көкіректегі нәрсені білуші дегеннің мағынасын ғалымдар былай деп түсіндірген екен. Яғни алимун бил қулуби ва ахуалихим. Сендердің жүректеріңді және оның жағдайларын біледі Алла Тағала. Сен жүрегіңде не болып жатыр, жалпы ойыңда, ішіңде не болып жатыр, және сен қандай жағдай болып жатыр, соның барлығын жақсы біледі. Уаман тауат алейхи, және оның жаңағы жүрегіңнің қамтып тұрған нәрсесін, жалпы сенің әлі сөзге айналмаған, сөйлем болып құралмаған ішіңдегі мазмұнды, ішіңдегі жай әшейін ойды Алла Тағала біледі деген сөз ғой. Ла яхфа шайун мин залика алейх, оның ешбір нәрсе ол жерде Аллаға жасырын болмайды. Ва ин таджхару бил қаули фа иннаху я'ламу сирра ва ахфа деп Тоха сүресінде айтты ғой. Сен мейлі оны дауыстап айт, ол Алла Тағала сендердің сырларыңды да, сыр деген жасырып қалған нәрсе, сырларыңды да одан да жасырынын біледі дейді. Енді осы жердегі әл-жәһр мен сир екі нәрсе айтылып тұр ғой енді, жария айту және іштей айту деп. Осыған байланысты ғалымдар әртүрлі түсіндірген екен.
Бұл жердегі жәһр деп отырғаны, яғни дауыстап сыртқа естіртіп айтуы. Фахуа ма рафа'та бихи саутак. Сен кәдімгі даусыңды шығарып айтқан сөздерің дейді. Мен қазір осы сіздерге айтып отқан сияқты. Уасамиаху ман хаулак. Және жан жағындағы адамдар естіген сөздер дейді. Кәдімгі дауыстап айттым, сіздер естідіңіз. Жәһр деп отырғанымыз бұл жерде осы дейді. Ал сир, жаңағы іштей дегеніміз. Фахуа ма асрартаху иля гайрикал қариби минк. Сен сыр дейміз ғой, бір-бірімізге сыр айтамыз ғой, мысалы. Сол сияқты ең жақын деген адамыңа сол ғана еститіндей қылып айтсаң да, сен ойлайсың, мен білем, сен білесің деп. Бірақ оны Алла тағала біледі. Бұл бір мағынасы. Уалам тарфа бихи саутак, яғни даусыңды шығармай, тек сыбырлап, жаныңдағы жақын отырған адам еститіндей ғана айтуың дейді. Ал ахфа одан да жасырын. Афдал ғой, бұл жерде исм тафдилде келіп тұр ғой. Одан да жасырыны дегені әл-мураду бил аятил карима фафихи ахқуалун мутааддида, бұған қатысты көптеген көзқарастар бар дейді. Бір ғалымдар оны былай түсіндіреді. Хуа ма асрартаху фи нафсик. Ішіңде, яғни жаңа сен біреуге сыр қылып айтқаның деп тұр ғой, ол да емес. Ішіңде алып қалған сөздерің дейді. Нәрселерің жалпы. Ойыңда жүрген нәрселер бар. Сен ешкімге айтқан жоқсың әлі. Оны тек сен ғана білесің да. Оны Алла тағала білетінін айтып жатыр. Және қараңыз, жерде қызығы, уама сатусирруху фиха дейді. Және әлі де ішіңе сенің қандай ойлар келеді, әлі де сен ішіңде не бір нәрселер жасырасың, әлі болған жоқ ол нәрсе. Болмай тұрып та Алла тағала оны біледі дейді. Тағы бір ғалымдар бұл жердегі ахфа дегенді, яғни одан да жасырын дегенді. Уама хатара бибалик мин гайри ан татафауха бихи аслан. Ол жай әшейін ойыңа келген нәрсе, және сен оны ешкімге айтпағаның дейді. Жалпы бір-біріне мағыналары ұқсас. Енді бұл жердегі шейхті ғалымдардың айтпағы, Алла тағала барлығын теңдей біледі деген сөз ғой. Сенің дауыстап айтқаныңды да, айтпағаныңды да, ішіңе келіп, ойыңа кіріп шығып жатқан нәрселерді де бәрін бірдей біледі. Мынаны қалай біледі, оны да солай біледі деген сөз ғой. Түсінікті? Сол үшін де Құранда басқа бір аятта келеді. Рағат сүресінде ойлаймын. Сауаум минкум ман асаррал қаула ва ман жахара бих. Алланың алдында бәрі бірдей. Яғни ішіне жасырып қалғаны да, оның сыртқа шығарып айтқаны да. Ва ман хуа мустахфим бил-лейли. Түнде жасырынып тұрған адам да, ва сарибун бин-нахар, күндіз көрініп тұрған адам да барлығы бірдей дейді. Көру тұрғысынан да, есту тұрғысынан да. Қазір сен қап-қараңғы түнде, қап-қараңғы үйде, оның түкпірінде, керек десең жаңағы подвалында отырсаң да, қап-қара киім киіп отырсаң да, оны Алла тағала бәрін сені күндіз қалай көреді, солай көреді. Сол сияқты жаңағы Алла тағаланың білуі де сенің жаңағы айтқан айтпаған сөздерің дәл сондай деп мысалмен келтіріп жатыр ғой енді. Жарық, қараңғы деген нәрселер Алла тағала тәуелді емес қой. Уақыт, орын, мекен деген нәрселерге тәуелді емес қой Алла тағала. Сол сияқты оған біз тәуелдіміз да. Ол бізге қатысты өзгеретін нәрселер. Өйткені бізді солай Алла тағала жаратып қойды. Бізді сондай нәрселермен шектеп қойды. Бірақ Алла тағала еш нәрсемен шектелмейді. Жаңа ғибрат деп отырмыз ғой. Бұл аяттан шығатын ғибрат Шейх Абдулла Сиражуддин айтады. Бұл аятта Алла тағала бізге бір керемет уағыз айтты дейді. Былай шыққан кезде әрбір мүмін ойына түйіп жүзеге асыруы керек болған бір нәрсені айтты. Ол не? Алла тағала сенің барлық айтқан, айтпаған сөздеріңді, жаңағы жай ашып, ашпай айтқан ойыңды, сенің бүкіл әрбір әрекетіңді, жалғыз жүрген кезінде, көптің ортасында барлық жағдайыңды Алла тағала біліп, бақылап тұрғанын білдік. Екінші дегенде осыған қайсысы бір дәлел ретінде мына хадисті келтіреді. Бұл әйгілі хадис, барлығымыз айтып жүрміз, естіп жүрміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Муаз ибн Джабал деген сахабаға айтқан үш өсиеті. Соны немен бастады? Иттақиллаха хайфума кунт. Қайда болсаң да Алладан қорық деп бастады ғой. Осы жаңағы айтылған аяттан шығатын түйін осы дейді. Қайда болсаң да Алладан қорық. Кейде шынымен біздің иман ахуалымыз жүрген ортамызға қарай өзгеріп отыруы мүмкін. Қазір мысалға біздің тіпті көркем мінезіміздің өзі мешітте отырған кезде бір-біріміздің осындай намаз оқитын бауырларымыздың арасында отырған кезде біз сондай бір таспих ұстап, жұмсақ сөйлеп, анау артық сөздер айтпай сөйтіп отыруымыз мүмкін. Ал енді мүлдем діннен бейхабар, жаңағыдай намаз оқымайтын, әртүрлі жаңағы темекі шегу, арақ ішу деген сияқты нәрселерді істей беретін бір ортаға кіріп кеткен кезде
сыныптастарыңның ба, мысалы, басқа көшеде бірге өскен, үй жақта бірге тұрған кезіндегі балалардың ба, ортасына кірген кезде сіздің ахуалыңыз өзгеруі мүмкін да. Ол жерде сіз шамалы өзіңізді еркін ұстап, басқаша кейбір мұсылманға жараспайтын бір нәрселерді істеп қалуыңыз мүмкін. Осы нәрседе Алла Тағала сені мешітте қалай көріп тұр, үйіңде де дәл солай көріп тұр, көшеде де дәл солай сені көріп тұр. Және жалғыз қалған кезде, ең басты нәрсе осы да, жалғыз қалған кезде. Шынымен де егер біздің үйде өзіміз отырған кездегі ғибадатымызбен мешітте жүрген кезде ғибадатымыздың арасында айырмашылық болатын болса, бұл бір екіжүзділіктің бір белгісі. Мысалға сіз мешітте кәдімгідей беріліп тұрып, жақсылап тұрып оқисыз намазды. Жаңа құптанның сүннетін оқыдық, бәріміз өтірік уәжібімізді оқыдық. Ал үйде бүйтіп қалай болса солай оқи салып, немесе бір оқығың келмей сөйтіп тұратын болсаң, бір адамдардың қарауы саған әсер етеді деген бір сигнал да бұл. Сенің ғибадатың немесе өзіңді мұсылманша әдемі әдепті етіп ұстауың Алланың назарынан гөрі сен ол жерде көбірек адамдардың назарын ескеріп жатырсың деген бір аурудың несі ғой, симптомы ғой бұл жерде. Екіжүзділік деген бір аурудың симптомы да. Сондықтан мына аяттың шынымен біз егер оған ойланып, ой жүгіртіп қарайтын болсақ, ол мағынасы өте терең. Және бұның мұсылманға берерлік сабағы ол өмірлік та. Өмірлік сабақ. Сенің жаңағы тақуалық деген нәрсе мысалға шектелмейді ғой еш нәрсемен. Сен белгілі бір уақытқа дейін тақуа боламын, немесе белгілі бір уақытқа дейін құлшылықтарын жасаймын деген нәрсе жоқ қой. Бар ма бір сіз сондай бір иманның кемелдігіне жетіп, бір белгілі бір ғибадаттар мойныңыздан түсіп қалатын кез бола ма мысалға исламда? Керісінше сіз кемелденген сайын сізге ғибадат қосыла береді. Дұрыс па? Ғибадат деген ол Алла Тағаланың сыйы ғой. Оны ар жағында дін деген ұғым жатыр ғой. Мен қалаған, өзім жақсы көрген құлыма ғана беремін таңдап деді. Ол бір жаңа дүние сияқты бір лас нәрсе емес. Алла Тағала бір бәріне сұрағанын, бәріне сұрамағанның бәріне бере салатын. Ғибадат деген Алла Тағаланың біздің маңдайымызға бір қойған сыйы да. Сондықтан ол Аллаға адам жақындаған сайын оның ғибадаты көбейе береді. Түсініп отырсыз ба? Сен Аллаға жақындаған сайын Алла саған риза болады да, саған өзінің сыйын арттыра береді ғой. Ол сыйы ғибадат ретінде көрінеді да. Аллаға жақындаған сайын сенің айтатын күнделікті зікір, тасбихтерің саны көбейеді, оның сапасы көбейеді. Аллаға жақындаған сайын сенің көбірек оқитын тағы да қосымша нәпіл түнгі, күндізгі намаздарың пайда болады. Аллаға жақындаған сайын сенің қайта-қайта жаңағы әртүрлі себептермен, сүннетте келетін оразалар бар ғой, дүйсенбі, бейсенбі, айдың 3 күн деген сияқты. Сондай оразаларың көбейеді. Аллаға жақындаған сайын сенің дұғаң ұзарады. Бұрын 5 минут дұға жасайтын болсаң, қазір 15 минут дұға жасайтын боласың, одан 30 минут деген сияқты. Қаншалықты сен Аллаға жақындайсың, Алла Тағала саған ғибадат деген сыйын бере береді. Сондықтан егер адам бұл жерде адамдардың қарауын, адамдардың назарын, адамдардың баға беруін көбірек есепке алатын болса, бұл жаңағыдай бір дерттерге шалдықтырады. Түсінікті ғой, Келесі аятта Алла Тағала айтады: «Әла я'ламу ман халақ ва хувал латифул хабир». Өзінің жаратқанын ол білмей ме дейді. Алла Тағала адамды жаратты, басқаны жаратты. Сол өзі жаратқан мақұлықтарын, жаратқандарын өзі жақсы біле ме, басқа жақсы біле ме? Әрине өзі жақсы біледі, дұрыс па? Біздің уахуал латифул хабир деген ол өте жұмсақ және барлығынан хабардар. Бәрін білуші, ішкі сыртқы ахуалдарымыздың бәрін білуші. Бұл жердегі мағыналардың бірі, Алла Тағала бізге ненің пайда екенін, ненің зиян екенін, нетсек бақытты боламыз, нетсек сорлаймыз, нетсек өміріміз қиындайды, нетсек біздің арамыздағы жарастық, жаңағы адамдардың арасындағы туыстық, немесе басқа да қарым-қатынастар жақсарады, нетсек біздің табысымыз молаяды, нетсек біз қандай бізге жақсылық пен жамандық бар, соның барлығы неден келеді, не себептен бұл Алла Тағала жақсы біледі. Бұдан не шығады, бұл не деген сөз? Көлігің бұзылса мысалға, көлігің қотталмай тұр мысалы, не білмей тұрсың. Сен ең жақсы білетін адамнан сұрағың келеді, дұрыс па? Ауырсаң ең білгір дәрігерге барғың келеді, дұрыс па? Енді сенің бүкіл дүние мен ақиретіңе керексіз нәрселердің барлығын ең жақсы білетін Алла ғой. Сондықтан ол сен Алладан сұра деген сөзді мына Құранда сені толықтай сипаттап қойды. Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәрін баяндап айтып берді. Сенде қандай мәселе,
Сен барлығын Алладан сұра дейді. Адамдар айта береді. Адамдар айта береді. О, адам деген сондай, адам психологияда ол сондай мындай деп. Енді дұрыс қой, біреулер енді тәжірибемен келетін ілімдер ғой бұның барлығы. Мысалға мыңдаған адамдарға эксперимент жасау арқылы, немесе тағы бір мыңдаған адамдардың өмірін зерттеу арқылы, тағы неше түрлі жаңағы жолдармен келетін ілімдер ғой. Бірақ біздің ахуалымызды ең жақсы білетін Алла Тағала да. Сондықтан Абдулла ибн Масғуд айтады, Алла оған разы болсын, егер Алла Тағала сендерге бір нәрсені бұйырса дейді, мейлі ол Құранда келсін, мейлі хадисте келсін, екеуі де уахи ғой. Алла Тағала сендерге бір нәрсені бұйырса, мынаны істеңдер деп, онда ол нәрседе сендердің дүниелеріңе де, ақиреттеріңе де жақсы нәрсе бар екенін біліңдер дейді. Ол сендерге жақсы, ол сол үшін бұйырып тұр. Ал бір нәрседен тыйса, мынаны істемеңдер деп, онда ол нәрседе дүниелерің үшін де, ақиреттерің үшін де зиян бар екенін біліңдер дейді. Ол жаратқанын жақсы білмей ма деген сол да. Алла Тағала білет біздің неден бақытты болып, неден сорлайтынымызды. Сондықтан бақытты болатын нәрселерімізді көрсетіп қойды да, міне мынаны істеңдер. Ал бізді құртатын, түбімізге жететін нәрселерді де атап қойды да, міне мынаған жоламаңдар деді. Болды. Оны бір адамның бойына үлгі ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сіңіріп жіберді. Көрдің, өмірін толық көріп шық, оқып шық, мысалға. Білесің, ненің жақсы, ненің жаман екенін да. Және бұл жердегі тағы бір нәрсе, бұл жерде барлығын білуші, барлығынан хабардар деп қайта айтылып отыр ғой бағана аяттардың барлығында. Соны ғалымдар айтады, فَهُوَ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ. Ол болғанды да білет, және болатынды да білет Алла Тағала. وَمَا لَا يَكُونَ, және болмайтынды да білет дейді. Қараңыз, әрі қарай қараңыз. وَكَيْفَ يَكُونُ لَوْ كَانَ. Жаңа болмайтын нәрсе бар ғой, болған жағдайда қалай болатынын да білет. Былайша айтқан кезде Алла Тағаланың білімі шексіз дейтініміз сол ғой. Алла Тағаланың білмейтін нәрсесі жоқ. Түсіндік қой. Келесі мәселе осы аятқа қатысты. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ деген жері. Жаңағы латиф деген жұмсақ деп біз аударып кеттік. Оны ғалымдар былай деп түсіндіреді. Ар-рафиқу би-ибадих. Құлдарына жұмсақ, пенделеріне жұмсақ. Әл-мухсину илейхим. Оларға жақсылық жасаушы. Алла Тағала негізінде еш нәрсе міндетті емес. Ақида ілімінде оқыдыңыздар ғой? Алла Тағалаға еш нәрсе міндетті емес. Адамға жақсылық жасауға Алла Тағала міндетті емес. Оған өмір беруге, ризық беруге, бала беруге міндетті емес. Оның күнәсін кешіруге міндетті емес. Оны жәннатқа кіргізуге міндетті емес. Алла Тағаладан ешкім еш нәрсе талап ете алмайды. Маған сен мынандай нәрсеге міндеттісің, маған беруің керексің деп ешкім талап қоя алмайды. Алла Тағалаға еш нәрсе, ля яджибу алейхи шей дейді ғой. Оған еш нәрсе міндетті емес. Бірақ соған қарамай, ол бізге жақсылық жасап жатыр, ризық беріп жатыр, жұмсақтық көрсетіп жатыр. Дұрыс па? Түсінікті ма? Бұл адамның махаббатын ашады Аллаға деген. Ғалымдар айтады, бір пақыр бейшараның дейді, сондай бір дымы жоқ, пақыр бейшара адамның өзіне жақсылық жасаған адамды, өзіне жақсылық жасағанды жақсы көруі, мысалы да, ол таңғалатын нәрсе емес дейді. Сен жаңағы қаңғып келіп Алматыға, баяғыда айтады, бір пакетпен келдім деп, сол сияқты Алматыға қаңғып келіп, күніңді көре алмай жүрген кезде біреу мысалға бір ағаларың, сондай бір көкелерің қамқорына алып, сөйтіп көтеріп сен үлкен бір жаңағы азамат қылып байтып жіберсе де, өзің әрі қарай сен қанша адамға қамқор болатындай жағдайға жеткізіп жіберсе, сен ананы жақсы көресің ғой, дұрыс па? Әкеңдей көресің ғой сен оны. Ол оны таңғалатын нәрсе емес дейді. Ол адамдардың арасында бар нәрсе, ол жалпы көріп жүрген нәрсе дейді. Таңғалатыны сол жақсылық жасаушының ана пақыр бейшараны жақсы көруі дейді да. Қараңыз да, Алла Тағала бүкіл жақсылықты бізге міндетті болмаса да жасап жатыр. Сонымен қоса сен сәл-пәл бір нәрселер жасасаң, ықыласпен кіттей бір амалдарды көрсетсең, соған риза болып сені жақсы көріп жатыр да. Таңғалатын нәрсе сол дейді да. Әл-мунайму алейхим. Жаңағы латифтың тағы бір мағынасы, оларға нығмет беруші пенделеріне. Осы жерде ғалымдар бөледі, жаңағы лутф, Алланың жұмсақтығы көрсететін құлдарына деген. Ол екі түрлі болады дейді. Біреуі ам, біреуі хас. Ам деген жалпы. Оны кәпір де көреді, күнәһар да көреді. Мысалы қанша күпір қылып жатса да, күнә жасап жатса да, ешбірін ризықтан тыйып қойып жатқан жоқ қой Алла Тағала. Олар да ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Олар да керегін тауып дүниесін жинап жатыр.
бала сүйіп жатыр. Мына өмірдегі көретін, адам көретін қызықтың бәрін көріп жатыр, дұрыс па? Ол жалпы Алланың жұмсақтығы дейді. Бүкіл пенде көреді оны. Кәпір де көреді, оны күнәһар да көреді, мұнафиқ та көреді, мүшрик те көреді, бәрі көреді. Соның ішінде мұсылман да көреді. Ал жаңағы хас деген ол өзінің мүмін құлдарына ғана берілетін жұмсақтығы да. Қараңыз, бірақ оның бейнесі басқаша болады. Ол жаңағы ризықпен ғана шектеліп қалмайды. Бізде адамдардың көбісі осы жерде қателеседі. Көбісі ойлайды, мен сөйтіп намаз оқып, таза жүрген сайын, немесе көп зікір айтып, истихфар айтып, салауат айтып, ораза ұстап, жаңағыдай Аллаға ғибадаттармен, қосымша ғибадаттармен жақындай берген сайын, Алла Тағала мені ризыққа бөлей береді, маған дүниені бере береді деп ойлайды адамдар. Алланың заңдылығы олай емес. Бұл дүние деген, жаңа айтып отырмыз ғой, оны кәпір де алады, мұсылман да алады. Оны тек әшейін мына маңдайдан шығатын ащы тердің қайтарымы қылып беріп қойған да Алла Тағала. Кешке дейін жұмыс істедің, үсті басың кір болып, тер болдың, соның жазасы міне, соның қайтарымы, ақша таптың да, дүние таптың. Ал ғибадат ол Алла Тағаланың үлкен сыйы деп отырмыз ғой. Оған ол болмашы бір уақытша бір дүниені, анау кәпірге де бүйтіп бере салатын дүниені бермейді Алла Тағала. Оған басқа нәрселер береді. Қараңыз енді, Алла ерекше құлдарына, өзінің мүмін құлдарына беретін жұмсақтығы, көрсететін жұмсақтығы былай көрініс табады дейді мысалы. Оның ең шыңы Алла Тағаланың әулие құлдары дейміз ғой, Аллаға жақын құлдары. Соларға жұмсақтығы хатта арафуху дейді. Оларға өзін танытады да Алла Тағала. Қараңыз, Алланы тану деген біз ана арифтер дейді ғой баяғыда. Жаңағы арифтер деп, араб тілінде ариф дейді ғой. Алланы сондай таныған, Алланы сондай жаңағы жақсы білген адамдар болады ғой, соларды ариф дейді, әулие дейді, әр жерде әртүрлі айтады енді. Алланың сондай құлдарына көрсеткен жұмсақтығы соны нәсіп етуі дейді. Қараңыз, сенің көкірегіңді ашады да Алла Тағала. Сенің жаңағы бүкіл көкірек көзіңе иманды құяды да Алла Тағала. Алланың міне жұмсақтығы деген, ерекше құлдарына беретін жұмсақтығы деген сол да. Тағы бір, қараңыз, енді бұл әулиелер ғой енді. Біз қарапайым әшейін жүргендерге көрсететін жұмсақтығы. Яншуру мин ибадихил манақиб, әл-фадаил дейді. Сенің мысалға айтайық, жақсылықтарыңды ғана көрсетіп қояды да, адамдардың арасына таратып қояды. Ол мұсылман адам, ол намаз оқып жүрген жігіт, ешкімге зияны жоқ. Өзімен өзі жүр, сабағына барады, келеді, жұмысын істейді, әйтеуір бала шағасын бағып жүр деген сияқты, немесе сол сөзінде тұратын, уәдесіне берік сондай бір адам деген, сен жақсы қасиеттерің ғана тарайды адамдардың арасында. Алланың жұмсақтығының бір көрінісі. Ал ойуб уаннақаис дейді, жаңа сенің кемшіліктерің, айыптарың, жеке жүрген кезде, ешкім көрмей жатқан кезде жасап жатқан күнәларың, оның бәрін Алла Тағала жасырып қояды да. Жұрттың көзінде сен былайша айтқан кезде красавчик болып жүресің ғой. Сен Алла Тағала солай көрсетіп қояды адамдарға. Бұл несі? Алла Тағаланың былайша құлдарына беретін жұмсақтығы, мүмін мұсылман құлдарына беретін, көрсететін жұмсақтығы. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылған кезде я ман азхарал джамил ва сатарал қабих деп айтады екен. Алла Тағала есімдерін атап тұрып дұға жасайды ғой. Сол кезде біздің әдемі жақсы жерімізді көрсетіп, жаман айып кемшіліктерімізді жасырып қойған Аллахым деп дұға жасайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз, бұл да бір үлкен Алла Тағаланың бізге деген жұмсақтығы. Тағы бір көрінісі, бірнешеуіне тоқталған, мына жерде атап кетейік. Тағы бір көрінісі яқбалул қалил ва ябдулул жазил дейді. Сенің аз ғана жасаған амалдарыңды қабыл етеді, сөйтеді да оның орнына көп қылып береді да. Береді дегенде бұл жерде кешірімі, сауабы, болмайтын бір 2 минутыңды алатын, 1 минутыңды, секундыңды алатын бір сөздерді айтасың. Алла Тағала сол үшін сенің теңіздің көбігіндей болса да күнәларыңды кешіріп жібереді. Дұрыс па? 1000 құлды азат еткендей сауап жазып жібереді. Жаңағы 1 жыл ораза ұстағандай сауап бере салады. Сол да аз ғана сенен алады. Яғни сенің көрсетесің аз ғана неңді. Ол саған үйіп төгіп береді да, кешірімі мен сауабын. Жұмсақтығының бір түрі осылай көрінеді дейді. Тағы қараңыз. Ябдулу лил абдин ни'мата фауқал химма. Адамның талабы, ұмтылуы, дүниеге деген жүгіруі бар ғой. Оны былайша айтқан кезде сәл жүгірсе де, сәл еңбек етсе де Алла беріп жатыр да дүниені.
бұл жерде ғибадат еңбекті айтып тұр, таза ше. Сен шамалы жұмыс істедің, кішкене қимылдадың, қол қимылдаған аузы қимылдайды дейді, сол сияқты сен шамалы қимылдадың, алла тағала дүниені бере салып жатыр. Сенің былай таза еңбегіңе, маңдайың теріңе өлшеп пара-пар беріп жатқан жоқ та. Сенің сәл-пәл әрекетіңе, сәл-пәл қимылыңа алла тағала үйіп-төгіп дүниені бере салып жатыр. Бірақ саған міндеттемелер, жауапкершіліктер жүктеген кезде шамаң келмейтін нәрсені жүктеп жатқан жоқ та. Ол жерде сен шамаңды өлшеп жатыр. Қолыңнан таза не келеді, соны ғана міндеттейді. Бірақ саған дүниені беретін кезде сәл еңбек етсең, бере салып жатыр да. Сен негізі лайық емессің. Ондай ақша табатындай жұмыс істеп жатқан жоқсың. Бірақ саған алла тағала бере салып жатыр да. Енді қарама-қарсы жағын алсақ, міндеттеген, жүктеген кезде саған дүние бердің ғой, шексіз үйіп-төгіп. Сен мына нәрселер істе деп сен шамаңнан артық жүктеп жатқан жоқ та. Ол жағына келген кезде шамаңды өлшеп жатыр. Алланың жұмсақтығы ма? Жұмсақтығы. Тағы бір көрінісі ла юажилу бил уқуба ман асаху дейді. Өзіне қарсы шыққан, күнә жасағандарға бірден азап беруге асықпайды дейді. Жұмсақтығы. Қанша жүрді ғой мысалға. Жаңағы не дейді? Кәне осы құдайың бар болса мені ұрсын, мені өлтірсін деген сияқты өткенде бір аяттар келді ғой, сөздің арасында. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қауымы айтқан жоқ па? Егер сенің айтып жатқанның бәрі рас болса, кәне бізге төбемізге тас жаудыршы ал деген жоқ па? Ең пайғамбарлардың іштеріндегі қауымдарына қарсы айтылған сөздердің ішіндегі ең ақымақ сөз осы дейді ғалымдар айтады. Ең ақымақ сөз осы. Сенің айтып жатқаның рас болса, сен пайғамбар екенің, сені Құдай жіберіп жатқаны рас болса, ертең өлгеннен кейін қайта тірілу, анау есеп, қисап, қияметтің бәрі шын болса, енді сен пайғамбарсың ғой. Кәне айт та бізге төбемізге тас жаудыршы ал дейді ғой. Сонда жаңа ғалымдар айтады, қауымдардың айтқан ішіндегі ең ақымақ сөзі осы дейді. Ал шынымен тас жаудырды, ал не болды? Біттің ғой, өлдің ғой. Одан ең құрғанда анау Иса пайғамбардың қауымы ұқсап, сенің айтып тұрғаның рас болса, бізге дастархан түсірші аспаннан деді ғой. Дастархан түсір, біз сол дастарханнан ауыз тиейік, сөйтіп барып сенің пайғамбар екеніңе сенейік деді ғой. Ең болмаса осылай айтпай ма дейді да. Енді көргеннен кейін дастархан түсті, сен ары қарай екінші мүмкіндік тұр ғой сенде. Болды, сендім десең, сен иманың қабыл ғой, дұрыс па? Ал бірақ ана жерде тас жауып бәрін қырып тастаса, көресің, сенесің, бірақ иман келтіре алмайсың, өлдің, біттің ғой сонымен. Сол соңғы көрген нәрсең болады ғой. Соны дейді. Сол сияқты қаншама қарсы шығып, қазірде мысалға ютубта отырып, неше түрлі көріп жатсыздар, қағбаға тіл тигізіп, анау жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізіп, ислам дініне тіл тигізіп, тіпті алла тағаланың өзіне тіл тигізіп жатқан қаншама адамдар отыр. Соларды адам көріп алдануы мүмкін да. Шынымен рас болатын болса, кеше ғана өстіп отқан адам тілін жұтып өліп қалмай ма? Немесе көшеде машина, солай елестесеміз ғой біз, бүгін сөйтіп тіл тигізіп шықса, содан шыққаннан кейін бірден оны бір машинаға қағып кету керек, немесе оның үйі өртеніп кету керек, бір солай жазасын көреді деп ойлаймыз да. Бірақ алла тағаланың жұмсақтығы, қараңыз, бұның жаңа барлығын да қамтиды, ішіндегі жеке құлдарын да қамтиды дедік қой. Сол сияқты барлығына берілетін жұмсақтығы өзіне қарсы шыққан, күнә жасағандарды жазалауға асықпайды да, мүмкіндік береді. Тағы бір тәубесіне келуге мүмкіндік береді, тағы бір мүмкіндік береді. Және өзінен үміт күткен, Аллаға сенген, тәуекел еткен адамның да үмітін құр қалдырмайды алла тағала. Бір Аллаға сеніп беліңді буып шықтың ба, алла тағала сенің сенгеніңе өзінің беретінін береді. Мағыналары осы латиф деген сөздің. Ал Ал-Хабир барлығын білуші, хабардар, оны бұған аяттарда айттық. Қанша болды біздің сағаттың уақытымыз? Келесі аят. Хуаллази жа'ала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқи ва илейхин нушур. Ол сендерге жерді залул деген төсеніш. Сендердің астарыңда қызмет қылып берді жерді. Оның жаңа үстінде жүріңдер, және ризығынан жеңдер, және оған қиямет күні оның алдында қайтадан тірілесіңдер. Аллаға қайтасың. Ақыры түбі Аллаға қайтасыңдар. Осы аят. Осы жерде ғалымдар айтады, ең бірінші айтылып тұрған нығмет Алла тағаланың жерді адамдарға бағындырып беруі. Жер не үшін біздің өмір сүруімізге қолайлы? Адамдар жер шарында өмір сүріп жатыр, соған арналған да бәрі. Ауа, жаңағы сенің су, бәрі су ащы болса не істейсің мысалы? Өлдің ғой қаталап.
бір сулар ащы, бір сулар тұщы мысалға. Сол сияқты жаңағы жердің қызуы, ауа температурасының сені үсірмейді, жаңағы күйдірмейді, жандырмайды. Былайша айтқан кезде сен толықтай мына жер шарында өмір сүруге саған жарамды да. Ол бір Марс сияқты болып жатып, жаңағы не ауасы жоқ, не басқасы жоқ. Бір алғашқы адам осы жерге келіп түсіп, сөйтіп адамдар бүйтіп оны бір мына жерінен шөп шығатын қылып, мына жерінен тау өсетін қылып, ана жерінен су ағатын қылып істеп алған жоқ қой. Алла тағала солай жерді дайындады да, томып біткізіп дайын жерге түсірді да. Сол дейді да, ең бірінші үлкен нығмет бұл жерде айтылып тұрған. Екінші, сол жаңағы өздеріңе жаратылған, өздеріңе арналған жердегінің бәрін сендерге жаратты дейді Алла тағала. Қараңыз, шынымен бүкіл адамға ыңғайланғанда, кез келген нәрсенің сырын іздесең, ауа неге олай екен, су неге былай екен, күн неге андай екен, ай неге мындай екен деп, соның бәрінің сырын іздесең, өйткені адамға солай қолайлы. Адам сол кезде өмір сүре алады, адам сол кезде өліп қалмайды, адам сол кезде күйіп қалмайды, пісіп қалмайды деген сияқты. Былайша айтқан кезде адамға қалай қарай жасалған барлық нәрсе. Оны кім жасады? Алла тағала жасады да, Алла тағала солай жаратты. Енді бұл аятта дейді ғалымдар айтады, осы нығметті көрсетеді. Екінші, Алла тағаланың берген ризығын іздеу, табу бұйырылады дейді. Және шамасы жетіп қолынан келіп тұрған адам еңбек етуге, нан табуға, ол басқа біреуге масыл болып, немесе үйде ризығын күтіп жатуына болмайды дейді. Сол үшін де бір қатар хадистер келеді, оның барлығына тоқталмай қояйық. Бәріміз біліп жүрген, естіп жүрген хадистер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, сендердің ешбірің өзінің қолымен, яғни маңдай термен тапқан тамағынан артық, яғни одан тәтті, одан жақсы, одан сіңімді, берекелі тамақ жеп көрген жоқсыңдар. Алланың пайғамбары Дәуд те алейхиссалам өзінің сөйтіп қолымен, еңбегімен тапқан тамағын жейтін еді деген хадисті келтіреді. Енді осы жерде ең жақсы ризық қайсы деген сұрақ қойылған ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Адам әртүрлі кәсіппен айналысады, біреу жаңағы жалданып жұмыс істейді, біреу тағы деген сияқты. Сол нан табудың ең жақсы жолы қайсы деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына екі нәрсені айтқан екен. Біріншісі, амалу раджули биядих, адамның өзінің қолымен жұмыс істеуі, еңбектенуі. Ауадан ақша көру деген нәрсе бар. Біреудің екі адам еңбектетіп қойып, соның үстінен екі ортада әшейін бір қыстырылып, сол жерден ақша тауып жүретіндер болады ғой. Ауадан ақша істеу, біреудің маңдай терінен ақша істеу деген нәрселер болады ғой. Сондай емес та. Екіншісі, жаңағы ең жақсы кәсіптің нан табудың. Ва куллу байин мабрур дейді. Әрбір мабрур сауда дейді. Мабрур деген бер деген сөзден шығады, жақсы деген сөз ғой. Ол жерде машру дейді. Яғни шариғатқа сәйкес сауда саттық. Әрбір келісім ғой. Енді мен саған қазір кішкентай бір зат сатсам да, сен менен сатып алсаң да, ол сауда келісімі болып есептеледі да. Мен саудагер болмасам да, түсінікті? Кез келген адамның екеуі қол алысып, бір-біріне затын беріп, ақшасын алса, болды. Сен магазинге нан алсаң да, сен сауда жасадың. Түсініп тұрық қой? Машру деген жаңағыдай шариғатқа сәйкес, және лә кәзиба фих дейді. Ішінде алдау жоқ. Уәлә ғиш. Ғиш деген ол да алдау, жасырып қалу бір нәрсені. Уәлә хияна, және қиянат жоқ. Бәл байун қаимун аля сидқин ва нусхин ва амана дейді. Керісінше шыншылдыққа, адалдыққа және аманатқа құрылған сауда дейді. Яғни қолмен еңбек ету және жаңағы адал сауда, бір сөзбен айтқан кезде. Ең жақсы ризық табудың жолы ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соны көрсеткен екен. Және Аллахума барик ли уммати фи букуриха деген хадис бар ғой. Я Раббым, Аллахым менің үмбетіме таңғы уақыттарына береке бер деген көбіміз естіп жүрміз, біліп жүрміз. Бірақ бұл жерде қарап отырсаңдар, біз әшейін таңда тұру, таңда ояу болу деп ойлайды екенбіз да. Бірақ ғалымдар оны түсіндіреді, сол таңғы уақытта істелген жұмыс дейді. Ерте тұрып жасалған жұмыс дейді. Сол берекелі болады дейді. Біз керісінше түсінеміз да, ерте тұрып алып, зікір айтып, немесе таспих айтып, немесе тек әшейін ояу отырсам, маған береке жауады екен деп ойлайды екенбіз. Бірақ шейх Абдулла Сираджудин оны түсіндіріп айтады. Ол сол уақытпен жағаласып, сол уақытта жүріп, жұмыс істеу деген екен. Түсінікті? Мынау Термизидің Абу Исамис Хаким Термизи деген тағы бір
мұхаддис бар, оның да жинағы бар, Науадирул Усул деген. Әлсіз хадис болуы да мүмкін, енді Алла біледі. Бұл әсар екен. Омар радиаллаху анху, кәдімгі Омар ибн Хаттаб, бір жаңағыдай әйгілі сөзі бар ғой, мешітке келсе адамдар отырады екен, тағы келсе тағы отырады, не істеп отырсыңдар деп сұрайды ғой. Сонда біз тәуекел етіп отырмыз деп айтады екен да. Бәрін тастадық, жұмыс, кәсіп, бәрін тастадық, тәуекел етіп отырмыз. Құдай жазған несібесін өзі береді деп. Сонда тәуекел деген мутаваккил ғой енді, арабша. Біз мутаваккил, біз тәуекел етушіміз деп айтады ғой. Сонда сендер мутаваккил емес, сендер мутааккилсіңдер дейді. Мутааккил деген біреудің тапқанын жеп отыру деген сөз ғой. Яғни арам тамақсыңдар сендер деп тұр ғой. Мына жердегі адамдардың садақаға неге әкелген тамақтарын жеп, сен отырғасын көреді да біреу бірдеңе тастап кетеді, айды ғой. Сөйтіп отырған сендер арам тамақсыңдар, тәуекел етушілер емессіңдер. Тәуекел деген ол қалай болады? Иннамал мутаваккил ражулун алқа хаббаху фи батнил ард. Тұқым ғой. Тәуекел етуші деген адам, ол жердің ішіне тұқымын тастап, дәнше, бидайдың я болмаса басқаның, ва таваккала аля роббихи азза ва джалла, сосын барып тәуекел еткен адам дейді. Еңбек ет, сосын содан түсетін табысты күтіп тәуекел ет, сосын күткенде отырып емес, содан үміт ет. Міне Алла мен қолымнан келетінді істедім, жаса жұмыстарыңды, енді сол жұмыстың нәтижесін бір өзің берекелі қылып бере көр деп, соны Алладан күтсең, міне тәуекел деген сол дейді. Өйткені ризық саған, жаңағы сенің амалың ризық жаратпайды дейді. Осылай түсіндіреді шейх айтады. Мысалға сен жұмыс істедің, барып базарға сауда жасадың, немесе зат тасыдың, басқа қылдың, дәл сол іс-әрекетің ризықтың себебі емес дейді. Түсінесің ба? Сен соны жасадың, сол ризық алып келмейді. Соны жасаған үшін саған Алла Тағала ризық береді дейді. Яғни ризық мынадан емес, жаңағы сенің ісіңнен емес, Алладан келеді. Тәуекел деген сол екен да. Тәуекел соны түсініп, сен қанша еңбек етсең де, қанша маңдай терің төксең де, енді Алла міне осының жемісін бере көрші деп, Алладан күтуің тәуекел етуің екен. Ал жаңағыдай құрашейін отыру, ол тәуекелдік емес. Оны не деп атап отыр? Арам тамақтық дейді. Енді мына жерде ше ризыққа байланысты өте көп, өте пайдалы нәрселерді шейх келтірген. Оны біз келесі сабақта тоқталайық Алла қаласа. Анау ризық жазылып қойған болса, оны іздеу мәселесі, немесе ризығың көбейеді дейді ғой. Қазір мысалы айтады сенің табысыңды көтеріп берем осындайға, бір айда миллионға шығарам деген сияқты нәрселер бар ғой мысалы. Ол қалай дінде, ол жазылған ризық белгілі болса, ол қалай біреу араласады да сенің мысалы үйретеді, оқытады, курсқа қатыстырады да сенің неңді көтеріп жібереді. Ол жазылғаны қайда қалды? Ол сонда қалай өзгеріп тұр ма деген сияқты көп мәселелер бар. Соның барлығына мына жерде тоқталады екен. Оны қазір кіріп кетсек біраз уақытымыз барып қалар. Келесі сабақта соған тоқталамыз Алла қаласа. Бірақ мына аят аяқталған жоқ, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب